Сәлем достар де. Айтшы, Адикош. Сәлем дос. Сәлем дос. Адикошқа мама папасы торт әкелді. Тортымызды қазір ашамыз. Әдемі айтты, мама торт жеймін деді. Адикошқа папасы сосын торт әкелді. Адикошқа осындай торт алдық. Манго дейді. Ұнады ма, Адикош? Манго. Манго. Емес пе? Иә. Саған қандай керек? Бешашты торт. Розовый торт па, принцесса деген. Иә. Ана тортта күшті торт қой, ана қарасай. Вау. Кимес? Папа? Папаға жіберем. Қашақаным менің. Ей, жаным. Көмектесесің ба мамаға? Молодец. Рахмет саған, Адикош. Заказ бере салдым. Бес келі ұнымды, жуанды, алманды. Осылай әкеп берді. Морков, картоп, мандарин және мандарин 2 келі. Мамам жақсы көретін руккола және копченый құрт. Сәлем достар, қатарыңыз қалай, қалайсыздар? Бүгін сенбі, жексенбі демалысымызды балалармен үйде өткізіп жатырмыз. Бүгін балаларға необычный бір пирог пісіргім келіп тұр, меренговый. Соны рецептін сіздермен бөлісемін. Блины пісіру керек, чак-чак пісіру керек, пирог пісіру керек, тағы не пісіру керек. Кеше магазиннен торт әкеп жедік, енді бүгін вафли пісіру керек. Үйде пісіретін нәрсе көп. Бүгін сондықтан барлығын пісіретін боламыз. Менің каналымда болыңыздар, лайкты басып, комментарийді жазып, қолдай кеттіңіздер достар. Ал кеттік іске сәт. Бізге керек осындай абрикосовый джем керек, және де 3 жұмыртқа, бисквитке, 3 жұмыртқа, меренгаға, және 4 жұмыртқа, чак-чакқа. Мен алдымен бірінші меренганың белогын бөлек алып жатырмын. 3 белокты жеке ыдысқа құйып аламын миксерлеу үшін. Жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратып, 3 белок Мен жерде 3 жұмыртқаның белогын алып алдым, және де 100 грамм қант қосамыз. Қазір меренговый не жасаймыз? Белок жасаймыз. Мұнда пирогтікі, мұнда чак-чактікі. Үшеуін бірден жасайтын болам, және де бізде пирогқа осындай абрикосовый джем керек. Менде варенье осындай жасалған, қанты аз. Енді осыны аппақ көпіргенше көпіртетін боламыз. Көпіртеміз. Алдымен пирогтікін жасаймын. 130 грамм ұн. Негізі 5 жұмыртқа салынғанда 150 грамм болады. Ал 3 жұмыртқаға осындай 130 грамм ұн және разрыхлитель керек. 100 грамм қант керек. Сонымен осындай белогымыз дайын. Бізге Нұрсұлтан көмектесіп, белокты взбивать етіп берді. Мен мына жақта бисквитті взбивать етіп, осылай тестамды құямын. Тестамыз осындай сұйық болу керек. Қою болса, бисквит қатты болып кетеді. Және де джемімізді осылай құямыз. Үстіне дайын болған аппақ белогымызды құямыз. Сондай 3 в 1 бисквитный с начинкой, және де легкий такой андай меренговый үсті болады. Осындай әдемі тортымызды дайындайтын боламыз. Және де міндетті түрде бұл торт 150 градуста ғана пісу керек. 180 градуста пісуге болмайды. Мына менде чак-чактың тестасы, салфанға салып қоям жұмсарсын. Пирогымыз піскенше мынандай смузи дайындайтын боламыз. 1 сәбіз және 1 алма керек. Осының барлығын
блендерлайтын боламыз. Үстіне 100 грамм су құямыз. Осылай ұсақтап тұралған алмаларымызды, сәбіздерімізді осында блендерге салып, жақсылап тұрып блендерлеп аламыз. Бұл жерде соковыжималкамен тек қана сойғын алуға болады, және мынандай блендермен, мякотьмен жасауға болады. Мен осылай мякотьмен жақсы көремін. Мінекей бізде дайын осындай сұп-сұйық. Бұны жасалған күні ғана ішіп қою керек. Мінекей осындай сәбізді коктейль. Мен 1 стақан қазір іштім, 1 стақанын жатарда ішем. Бетіміз тазарып, бауырымыз тазарып, қанымыз тазарады. Вау, меренге тортым пісіпті. Қазір енді тіріге салатын боламын. Вау, достар, міне менде меренге торт, асты бисквит, ішінде начинка бар, абрикосовый, и үсті осындай меренга. Неге керемет болды. Бұған еще посыпка енді. Миндальный не сеуге болады. Миндаль. Күшті өтті енді қазір кішкене сосын кесіп көретін боламын. Кешкі асқа осындай қуырдақ және осындай пирог, торт.